Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге үлпілдек жұмсақ болып шығатын, видеода көріп тұрғандарыңыздай арасы шикі емес пирожкиді жасауды көрсетемін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен біз пирожкиімізге қамыр дайындап аламыз. Ол үшін табамызға бір қасық дрожж, шекер, тұзымызды салып, үстінен жылы су мен сүтімізді, 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алыңыздар. Осыларды араластырып болғаннан кейін, алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бірақ біздің қамырымыз қолымызға жабыспауы қажет. Жақсылап илеп алыңыздар. Енді осы илеп болған қамырымызды орап жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді осы аралықта біз пирожкиімізге салма дайындаймыз. Картошканы қайнатып алыңыздар. Піскеннен соң оған түрлі дәмдеуіштер қосып, шанышқының көмегімен езіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді көтерілген қамырымызды алып, оны осылай жасап алып, кесіп, домалақ форма береміз. Барлығын осылай дөңгелетіп шыққаннан кейін 10 минутқа демалдырып қоямыз. 10 минуттан соң қолымның көмегімен жайып шығып, картошканы салып, жақсылап түйетін боламын. Жақсылап түйіңіздер, өйткені пирожкиімізді қорған кезде ашылып кетпесін, жақсылап түйетін болыңыздар. Осылай барлық пирожкиімізді жасап аламыз. Дайындап болғаннан кейін осы пирожкиді 20 минуттай бетін жауып көтерілгенше қойып қойыңыздар. Содан соң қызып тұрған майда пісіріп алыңыз. Осымен біздің пирожкиіміз дайын. Сіздермен бірге болған салтанат. Назарларыңызға рахмет.